Саламатсыздар ма қыздар? Бүгінгі сабағымызды жүректен жүрекке атты психологиялық ой сергекпен бастайық. Бір-бірімізге осы жүректі ұсыну арқылы жақсы лебізімізді білдіре отырайық. Сымбат, бүгінгі саған сабақта жақсы көңіл күй сыйлаймын. Айман, мен саған шексіз бақыт тілеймін. Нұрсая, мен саған денсаулық тілеймін. Зарина, мен саған бүгінгі күнге сәттілік тілеймін. Бүгінгі сабақта мен саған көтеріңкі көңіл күй тілеймін. Айтана, мен саған жақсы тілеймін. Бүгін мен саған бүгін сәттілік тілеймін. Жанайда, мен саған бүгінгі сабақта сәттілік тілеймін. Жана, мен саған мол бақыт тілеймін. Каражан, мен саған әрдайым жолың ашық болсын тілеймін. Әлия, бүгінгі күнің сәтті өтсін. Ақтоты, мен саған көтеріңкі көңіл күй сыйлаймын. Апай, мен сізге творчестволық табыс тілеймін. Рахмет, қыздар. Олай болса, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ұштары қондырылған жапырақшалы қалтаны өңдеу. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты ұштары қондырылған жапырақшалы оймалы қалтаны технологиялық бірізділік бойынша өңдеп, оны іс тәжірибе жүзінде іске асыру. Жаңа сабағымызды бастамас бұрын қыздар, үй тапсырмасын қайталаймыз. Үй тапсырмасын қайталау үшін мен сіздерді екі топқа бөлгім келіп отыр. Оң қанатындағы қыздарды бірінші топ, сол қанатындағы қыздар екінші топ. Өткен сабақты блиц турнир сайысы арқылы қайталайық. Ал бастайық. Бірінші топқа сұрақ. Бірінші сұрақ. Қол жұмыстарының құрал жабдықтарын ата. Қол жұмыстарына ине керек, және оймақ, қайшы, бор, манекен. Экранға дұрыс жауабына назар аударайық. Яғни қол инелер, оймақ, қайшы, өлшеуіш лента, манекен, лекалдар, череуіштер және тігінші борлары жатады екен. Дұрыс. Келесі сұрақ. Жақсы, бірінші топқа екінші сұрақ. Ылғалды жылумен өңдеу терминологиясын ата. Кім айтады бізге? Жақсы, Гүлім, жауап бере қойыңыз. Ылғалды жылумен өңдеу терминологиясына айырып үтіктеу, жатқыза тіктеу, баса тіктеу, жия тіктеу, соза тіктеу және тегістеп, булау және декатерлеу жатады. Жақсы, қыздар, келесі сұраққа көшейік. Қол тепшімдері қаншаға бөлінеді? Жанна айта ғой. Тепшімдері менің ойымша 4-ке бөлінеді. Қыздар, Жаннаның жауабы дұрыс болды ма? Жоқ. Дұрыс болған жоқ. Өйткені қол тепшімдері бізде 2-ге бөлінеді екен. Тұрақты және уақытша. Есімізде сақтаймыз. Келесі екінші топқа бірінші сұрақ. Машина тігістерінің түрлерін ата. Кім айтады маған? Ал Зарина айта қойы. Машина тігістің түрлері біріккен тігістер, шеткі тігістер және әшекей тігістер. Олай болса, екінші сұрағымызға көшейік. Декатерлеу дегеніміз не? Сымбат. Декатерлеу дегеніміз матаны пішпес алдын ала үтіктеп, баса үтіктеп алу. Үшінші сұрақ, екінші топқа. Желімдеу не үшін қажет? Ал Қанеки, ал Айман жауап бере ғой. Пішім бөлшектерінің формасын ұстап тұру үшін. Оймалы қалталардың өзі қақпақшалы оймалы қалта, жиекті оймалы қалта болады. Және екінші суреттегіде көріп тұрғандарындай, екі жиекті оймалы қалта. Үшінші қалта бүгінгі біз өтетін тақырыбымыз жапырақшалы оймалы қалта. Жапырақшалы оймалы қалтаның екі түрі тұр. Ұштары бастырылып тігілген және ұштары қондырылып тігілген қалта болып бөлінеді. Жапсырма қалталар әртүрлі пішінді болып келеді. Яғни олар төрт бұрышты, бірінші графадағыдай, екінші фигуралы, әртүрлі фигуралы қалталар және формасына қарай дөңгелек болып бөлінеді. Келесі түрі жапсырма қалтаның астарлы жапсырма қалта. Жапырақшалы оймалы қалталар екіге бөлінеді. Ұштары қондырылған жапырақшалы оймалы қалта және ұштары бастырылған жапырақшалы оймалы қалта. Жапырақшалы қалта, қыздар, орналасу орнына қарай үшке бөлінеді екен. Олар бірінші суреттегідей көлденең орналасқан, қиғашынан орналасқан және тік болып орналастыруға болады екен. Ол киімнің ассортиментіне қарай, мата түріне қарай өзгеруге болады. Енді бүгінгі біздің аталған қалтамыздың пішім бөліктері. Бірінші негізгі бөлшек, жапырақша, көмкерме, әдіп. Бұл бөлшектердің барлығы бізде негізгі матадан пішіледі екен. Екінші астарлық матадан қалта астары. Және бізге
арнайы матадан бойлама, яғни желімді қатырманы пішіп алады екенбіз. Бізге осы бөлшектер қажет. Жапырақшалы оймаға қалтаға қажетті пішім бөлшектер. Негізгі матада негізгі бөлшек, жапырақша, көмкерме әдіп. Астарлы матадан қалта астарлары, үстіңгі қалта астары және астыңғы қалта астары. Бойлама, желімді қатырма. Жапырақшалы оймалы қалтаны өңдеуге көшейік. Ең алдымен жапырақшаның теріс бетіне желімдік матаны үтіктің көмегімен желімдеп аламыз. Қалың, егер мата қалың жағдай болатын болса, матаның 2-ден 1 бөлігіне желімді қатырманы жапсырып алады екенбіз. Келесі қалта орнын белгілеу. Қалта орнын әдеттегідей 4 сызықпен белгілейтін боламыз. Яғни қалтаның астыңғы сызығы, үстіңгі сызығы және қалта аузының ені. Келесі бөлшек бізде қыздар бойламаны орналастыру. Бойлама бізге не үшін қажет? Бойлама бізге қалта аузы созылып кетпес үшін міндетті түрде бойлама қолданамыз. Бойламаны қалтаның орналасу орнына матаның теріс бетіне жапсырамыз. Қалта аузын қию, аудару және бекіту. Қалта аузын теріс жағынан ортасына екі шетіне қарай 10-15 мм, қалғанда бұрыштап, тігіске 1-2 мм жеткізбей кесеміз. Оң бетіне аудару, қалтаның кірер аузын көктеу. Бөлшектерді аударып, түзеп, оң бетіне жапырақшаны көмкерме әдіпті қосып тігу тігісін қиғаш тепшімен көктейміз. Жапырақшаның бүгілген шетін көмкерме әдіпті қосып тіккен тігіспен теңестіре отырып, 10-15 мм-ге түзеу тепшімен көктейді. Қалтаны бумен булаймыз. Қалтаны, яғни қыздар, теріс бетінен үтіктейміз. Келесі біздің этабымыз қалта бұрыштарын бекіту және қалта астарын қайып тігу. Негізгі бөлшектің теріс бетінен бұрыштарын түзеп бекітпей береміз. Одан кейін барып, тігіс ені 10 мм-де қалта астарларын қайып тігеміз. Дайын қалтаны алдымен теріс жағынан, сонан соң оң бетінен баса үтіктейді екенбіз. Жақсы қыздар, олай болса, практикалық сабағымызды бастамас бұрын әдеттегідей қауіпсіздік ережесін қайталап алайық. Ылғалды жылумен өңдеу кезіндегі қауіпсіздік ережесі маған кім қайталап береді? Жақсы, Зарина, айта қойыңыз. Үстелінде ең алдымен тоқсымдарын тексеру керек, және де үтік үстелінің астында арнайы резина кілемше болу керек, және де үтікті қолданған кезде өте сақ болу керек, және де арнайы цехтағы үтіктер болса, онда оған қажетті мөлшерде су құю керек. Тігін машинасымен жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік ережесін кім еске түсіреді екен? Адам мен машина арасы 20-30 см ара қашықтықты ұстану керек. Және машинаға отырмастан алдын біз ұстаздан сұрануымыз қажет. Міндетті түрде артық заттарды алып тастап, шаштарымызды жинап. Қыздар, бізге қалтаға қажетті бөлшектер, негізгі бөлшек, жапырақша, көмкерме әдіп, қалта астарлары және бізге қажетті бойлама. Бұл, яғни бізге не үшін қажет? Бізге қалтаның аузы созылып кетпес үшін бойламаны міндетті түрде теріс бетіне жапсырамыз. Қалтаның орны әдеттегідей бізде 4 сызықпен белгіленеді. Үстіңгі сызық, астыңғы сызық және қалта аузының ені. Енді келесі біздің бөлшегіміз жапырақша. Жапырақшаның біздегі тігетін қалтаның ені 3 см құрайды. Сондықтан біздің жапырақшамыздың ені 4 см ортасынан бүгілген кезінде. Тұтас пішілген жағдайда 8 см құрайды. Жапырақшаның енін қалдырып, тігіс еніне 1 см қалдырып сызып аламыз. Бұл жапырақшамызды біз қайда тігеміз? Қалтаның астыңғы орналасу сызығына біріктіреміз. Көмкерме әдіп бізде қалтаның қай бөлшегіне сызығына сызылады? Үстіңгі сызығына сызамыз. Яғни бұл жерде не істейміз? Тігіске 1 см қалдырып сызып аламыз. Оң бетінен және теріс бетінен сызамыз. Бұл өзімізге қосымша сызық түзу шығу үшін. Көмкерме әдібімізді үстіңгі сызыққа сызамыз. Одан кейін не істейміз? Қалта аузын кесеміз. Қалта аузын қай жақтан кесеміз? Қалта аузын теріс бетінен кеседі екенбіз. Ары қарай тігін машинасына практикалық жүзінде көрсететін боламын. Бөлшекке жапырақшаны
қалай тігеміз? Қосып тігеміз. Тігіс ені 1 сантиметрді құрайды. Тіккен кезде қыздар тура қалтаның бұрышынан бастаймыз. Тігістің басында аяғында не береміз? Бекітпе береміз. Бекітпе біздің тігісіміз сөгіліп кетпес үшін қажет. Астыңғы сызыққа жапырақшаны тігіп алдық. Енді үстіңгі сызыққа қай бөлшек тігеміз? Көмкерме әдісімізді тігеміз. Көмкерме әдісті мен сызықтардың барлығын белгілеп қойдым. Көрдік па? Тура осы сызықты арқылы тігіп алатын боламыз. Ең алдымен көмкерме әдісті көктеп аламыз. Қалтаның орналасу орнына, астыңғы сызығына жапырақшаны қоямыз. Тігіс ені 1 сантиметрде жапырақшаны негізгі бөлшекке қалай тігеміз? Қосып тігеміз. Жапырақшаны негізгі бөлшекке көктеп аламыз. Жапырақшаны қай жағынан тіктейміз? Теріс бетінен үтіктейміз. Одан кейін барып, оң бетінен аса үтіктейміз. Енді қалта астағын қосып тігеміз. Көмкерме әдіпке қалтаның сыртқы бөлігін қосып тігеміз. Тігісіміз қай бөлшек жағынан жүреді? Астар бөлшек жағынан жүреді. Тігісіміз. Енді жапырақшаға төменгі астарды біріктіріп тігеміз. Барлық жұмыстарына келіп өткіздіңдер. Мен барлығын бір-бір қарап шықтым. Қазір сіздермен бірге тағы талқылаймыз. Мына жерде мен 5 деген баға қойдым. Неге? Өйткені мына жақта барлық қалтаның аузы дұрыс орналасқан. Ешқандай артық кесіліп кеткен, артық ондай нелері жоқ. Барлығы жақсы, Оған мен, яғни 5 дегеніміз, бұл жерде мен 95 деген баға қойғым келіп отыр. Бақтыбай Ақтоты 5 және Сайранбек қызы Нұрсая. 4-ке деген қыздар Айтбай, Мұқбулова, Әбілбек Жанна, Сымбат, Ерниязова, Нұржайна дейді. Осы қыздарға 4 қой. Бүгінгі өткен жаңа тақырыпты пысықтау мақсатында қыздар, мен сіздерге шашылған сөздер деген 2 конвертке бөлінген қалтаны жасырғым келіп отыр. Орналасу орны бойынша осы ішіндегі сөздерді 1 минутта реттеп қойып шығуларыңыз қажет. Бірінші топқа және екінші топқа. Бірінші топта қыздар бір операциядан қате кетті. Екінші топта барлық орналасу орнын қалтаның дұрыс қойылған. Келесі сайысымыз қыздар, схема бойынша қалта атауын табу және берілген тігіс атауын жазу. Сіздерге 4 тігіс берілген, осы тігістердің атауын жазып шығамыз. Бірінші топ және екінші топ. Мамандыққа қатысты жұмбақ. Жалғыз аяқ тілік ерін, тұмсығында найзасы бар. Жоқ. Жоқ. Қанекей, кім дұрыс табады екен? Ойланамыз. Мамандыққа қатысты құрал жабдық. Жоқ. Дұрыс, Жанна. Қайшы? Жақсы. Келесі сұрақ. Адамның сәні, онсы жоқ мәні. Дұрыс айтамыз. Киім. Өте жақсы. Киімдегі қуыс ұсақ түйекке ыдыс. Дұрыс, Жанел. Қалта. Жақсы. Дөңгелек өзі, 4 көзі. Ұстайды мұқтап, тұрғанда сырттап. Түйме. Жақсы. Өте жақсы қыздар. Жақсы, рахмет. Қыздар, бүгінгі алған білімімізді, қаншалықты түсінгенімізді және қаншалықты көңіл күйлі болғанымызды осы стикерлер арқылы тақтаға жапсырып көрсетейік.